Қазір біз мына қара өрік ағашын және де бір алшы ағашын кесуді қарастырамыз. Бұл жас ағашы, бұған әлі дұрыс пішін берілмеген, өсуіне мүмкіндік берілген. Биыл бұның құрылымын қалыптастырып, бұған пішін береміз. Ой, биіктігі деген кеткен, мына 4 метрден асып кеткен шығар. Осының пішінін қалыптастырамыз. Одан кейін тағы бір алшы ағашы бар. Одан кейін мына тұрған алшы ағашы, бұл да жас ағаш. Осы екеуін пішінін қалыптастырып, осыларға кесу жұмыстарын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, пайдалы мәліметтермен бөлісеміз. Енді бұл жерде бөлісеміз, қарастырамыз, жасаймыз дегенде енді әдеппен айтылған сөздер. Негізі мен ешқандай көмекшім жоқ. Оны түсіретін де өзім, жасайтын да өзім, және де монтаждайтын да өзім. Сондықтан да қандай да бір көрінбей қалған жерлері болса, түсінікпен қараңыздар. Ендеше бастаймыз. Енді мынау жас ағаштың пішінін берген кезде, бұл да алшы ағашы, оның тамыры дәннен өсірілген өріктің діңгегіне телінген. Бұл өз қолыммен жасаған, мына жерден телінген ағаш. Сондықтан да бұл да биік өсуші болады. Бұған да көп лидерлі түрде пішін берген дұрыс. Бұл жерде бізге қажетті қаңқа бұтақтарын таңдаймыз, немесе лидерлер деп атасақ болады, немесе жетекшілер қазақшаға айтатын болсақ. Ол бұтақтарды мына жерде қарасақ кашы болып тұр, қайсы екені белгісіз. Олардың ішінен қазір енді өзімізге қажетін белгілеп, ерекшелеп алуымыз керек. Қажет емесін шығарып тастауымыз керек. Енді мына бұтаққа қалай жетсек екен, мына ортаңғыны алып тастаймыз. Оның бізге қажеті жоқ. Ортаны алып тастаймыз. Мынау тұрған бұтақты да жанына қарай жіберсек дұрыс болады негізі. Одан кейін мына бұтақты да алып тастаймыз. Ортаны кішкене ашып алдық. Енді өзімізге қажетті лидер бұтақтарды таңдауға кірісеміз. Сыртқа қараған лидерлердің бірі мынау. Оны ерекшелеп алуымыз қажет. Лидерлердің біреуі мынау. Мынаның да биіктігін, алдыңғы бұтақтың биіктігін де жасаймыз. Және де мына бәсекелестерін қысқа алып қысқартып қоямыз. Оларды толығымен алып тастау қажет емес, өйткені мына жердің бәрі гүлдің бүршіктері толысады бұл жерлер. Биыл гүлдемесе де келесі жылға толысады. Сондықтан да бұларды қалдырамыз, сақтап қоямыз. Екінші лидерді таңдадық. Енді үшіншіге мынау дұрыс болады. Бұның да мына бәсекелесін қысқартамыз. Биіктігін бір қалыпқа келтіреміз. Төртіншіге енді немесе мынау болу керек. Қазір көреміз, қайсысы ыңғайлырек. Әзірге екеуін де қалдыра тұрамыз. Одан кейін кесу барысында ол анықтала береді. Одан кейін төмен жақта мынандай кішкентай бұтақтары бар. Оларды жеміс бергенге қалдырамыз. Бастысы мына лидерлерге кедергі жасамау керек. Сондықтан да былай сыртқа қарай ашып қалдыра береміз. Өте мына төменге қарап тұрғандарын кішкене көтеріп қойсақ дұрыс болады. Күшті кесілген кезде көптеген мына жеміс бүршіктерін көптеп қалдыруға тырысуымыз қажет. Өйткені күшті кесілген жылы қайтадан күшті өсім береді. Ал енді жақсы жеміске кіргізсек сол жылы, ол кезде олардың өсуі
шама мөлшерінде болады, қажет мөлшерде болады, артық өсім бізге бермейді. Сондықтан да мынау сияқты жеміс бүршіктерін көптеп қалдыруымыз керек. Мына сыртқа қараған бұтақтарды. Ең бастысы мына лидерлерімізге кедергі жасамайтын болса, оның бәрін қалдырамыз. Төменгі бұларды, төмен жақтағы жеміс беруші бұтақтар бұлар. Мына бұтақты біз лидерге қалдырған соң, оның жанында мына күшті өсуші бұтақты қалдыруға болмайды. Оны сыртқа қарай кесеміз, ішке қарағанын алып тастаймыз, ұзындығын қысқартамыз. Мынау бәрі жеміс бүршіктері, жеміс берсін, тұра берсін, кейін бұларды сиретеміз. Негізі мына жерде қалыңдап тұр, мына екі бұтақтың арасында мынау өсіп тұр. Оның бәрін негізі алып тастаса да болушы еді, бірақ та мына биік жағын кескен кезде ағаштың ол өте күшті өсім береді. Соны тоқтату үшін көптеген осындай бұтақтарды қалдырамыз. Кейінгі жылдары бұларды сиретуді бастаймыз. Мынау да төменгі жағында өскен бұтақ. Мынау да сол сияқты жағдай. Мына жерде біз лидерді таңдадық. Оның жанында екі бұтақтар бұған бәсекелес болады. Сондықтан да бұлардың біреуін былай бағыттаймыз, ұшын қысқартамыз. Екіншісін ішке қарағанын алып тастаймыз да бұның биіктігін шектеп қойсақ болады. Бұл да жеміс беріп жатса былай майысып кететін бұтақтар, аса бір қатты кедергісі жоқ. Одан кейін мына жерде өте жақын өскен бұтақ бар, оны алып тастауға тура келеді. Немесе былай әзірге қысқартып қоя тұрамыз, оны да былай тартып байлап қойса, оның кесудің орнын басады. Егер де мұны кедергі жасайды десек, біз кесіп тастауымыз керек, немесе былай қарай майыстырып былай тартып байлаған кезде қараңыздар, мынаған кедергі жасамайды бұл кезде. Негізі осылай жасаған дұрыс. Кейін уақытым болған кезде мынаған бір жіп байлаймын да, былай діңгекке қарай тартып байлап тастаймын. Болды, сонымен бұл бұтақтың мәселесі шешіледі. Жалпы енді шамаға келіп қалды. Бұл жер бізде құрғақ бұтақтар болса алып тастаймыз. Енді мына бұтақты екеуінің арасында таңдау жасауымыз қажет бізге. Не мынаны қалдырамыз, не ананы қалдырамыз. Мынау енді ішке өте жақын өскен, сондықтан да сыртқысын қалдырғанымыз дұрыс. Мына іштегіні қазір бір жағына қарай бағытын бұрып, мынау ішкені бір жағына қарай қазір бағытын бұрып, оны бәсеңдетіп қоямыз. Үлкен қайшы мен қалың бұтақтар арасында кішкене кіру қиын кейде. Дұрысырек алу керек болады, мынаған қарай. Кейінірек уақытым болған кезде оны алып тастаймын. Мына жерде де сол сияқты жағдай, мына сияқты түбір негізі қалдырмау керек. Ар жағынан кескен кезде ыңғайсыз болды да. Негізі былай қалдырмай алған дұрыс. Сол кезде мынаны жазылу тез болады. Мына жерде шырын қозғалысы басталып жатыр. Бүршіктер оянбаса да, қабықтың арасында су пайда болып жатыр. Ол дегеніміз ағаштарға телу жұмыстарын жасауды бастаса болады деген белгі. Жақын арада ол туралы да видеолар болады. Арнаға жазылып қойыңыздар. Көптеген пайдалы мәліметтер тағы да болады. Мынау енді екі жаққа қарағанның ұштарын қысқартамыз. Мынау сыртқы лидердің бойымен бірдей болу қажет, олардың да биіктігі. Шамамен алып осылай кесіп қоямыз. Сонымен бұл ағаштың кесу жұмыстары биылғыша жеткілікті. Лидерлер таңдалды. Және де мына жеміс беруші бұтақтар көптеп төмен жақта қалдырылды. Мына жеміс беруші бүршіктерді, гүл бүршіктерін көп кеспеуге біз тырыстық. Осы сияқты енді кедергі жасап тұрғандары болса, енді кішкене тазалап шықсақ болады. Ішке қарап бір-біріне кедергі жасаушылары болса, мына сияқты бір-біріне
қатты кедергі жасаушыларын алып шықсақ болады. Әйтпесе осы сияқты құрғақтарын аламыз. Мынау үстіне жатып алып тұр, мынаны былай алып тастаған дұрыс. Мынаны да қысқартамыз. Сонымен жеткілікті. Мынау тұрған бізде бұл да жас алша ағашы. Енді әрбір ағашты кескен кезде қараңыздар, мынау сияқты міне ненің жалғастырушысы болады, жетекші болады. Әрбір бағыттың жетекшісі болады. Сол жетекшіні ерекшелеп аламыз. Одан кейін олардан төмен орналасқан бұтақтардың бәрін соған бағынышты қыламыз. Содан төмен жасаймыз. Мынаны төмен, мынаны төмен. Мынаны да қалай алсақ, қысқарақ алсақ болады, өйткені әлсіз бұтақтар. Мына жағы да дәл солай. Мына біреуін былай қысқа алсақ болады, екіншісін ұзындау алсақ болады. Жалпы мынаған бағынышты болу керек. Мынадан асып кетпеу керек. Мына екіншісі бұл да солай, былай. Мына екіншісін қысқарақ аламыз. Міне қарасақ, мынау ұшы биікте тұр, одан төмен, алар соған бағынышты болып тұр. Әрбір бұтақпен осылай жұмыс жасап шығуымыз керек. Мынада да дәл солай. Ішке қарағанда былай түбінен алып тастау шарт емес. Бұларда былай мынаған былай кесіп қойсақ, мына жерде гүлдік бүршіктер пайда болады. Осы мына семшкелі ағаштарда сондай қасиет бар. Сондықтан да оның бәрін түбінен алып тастай бермейміз. Мынаны дәл солай сыртқа қарай мынаған кесіп қойсақ болады. Мына енді әлсіз деп отақ. Мында кішкене қысқарақ алып кесеміз, өйткені бұған кішкене күш керек өсуіне. Мынау жеміс бергісі келіп тұрған бұтақ. Мына жерде де дәл солай. Мына жетекшіні таңдаймыз бірінші. Оған төменгі бұтақтарын бағынышты жасаймыз. Ішке қараған қысқа қылып кетсеміз, осылай қалдырып қойсақ болады. Міне әрбір бұтақпен сондай әрекеттерді жасап шығамыз. Қарап тұрсақ, міне гүлдік бүршіктер өте толып тұр. Биыл жеміс береді деп үміттенеміз. Өткен көктемде бұларда гүлдемей қалды, өйткені қатты суықтың салдарынан өрік ағашы сияқты бұларда да үсіп қалды. Бірақ та бұтақтары үскен жоқ. Гүлдері үсіп қалды, гүлдік бүршіктері үсіп қалды. Сондықтан да гүлдеу ешқандай болған жоқ бұл жерде. Мынаның жетекшісі мынау үсті жағында тұр. Ұшын қырқып қоямыз. Одан кейін мынау бәсекелестігінен өсуші жоғары өсушісін оны толық алып тастасақ болады. Оны аламыз. Мынаны бәсеңдетеміз. Әрбір бұтақ солай өзінің жетекшісіне бағынышты болу керек. Сол кезде бұлар тәртіппен өседі. Андай бірнеше сатыға бөлініп кеткен кезде мынаның жетекшісінің биіктігінен мынаның жетекшісі төмендеу тұру керек. Одан кейін әрқайсының өзінің мынадан мынау төмендеу тұру керек. Солай бір-біріне бағынышты болып кете береді. Андай әлсіз бұтақтарды былай қысқартпасақ, бұлардың күші өсуге де жетпейді. Үш жағынан гүл салып жеміс берсе де, олар мына жағы жалаңаштанып қалады. Бүршіктің бәрі қурап қалады. Сондықтан да қысқа мынандай бұтақтарды қысқартып қоямыз. Ішке қарағанда былай аламыз. Мынау да анаған бағынышты бұтақтардың бірі. Онда кішкене одан төмендеу жасаймыз. Оны кесеміз. Бұларға күн бір-біріне жеткілікті болу керек. Бір-біріне кедергі жасамау керек. Ең бастысы бұл бұтақтарды енді әзірге осылай кесе тұрсақ болады. Аса бір кедергі жасап жатса, оларды толығымен алып тастайтын бұтақтар. Төменгі жақтағы бұтақтардың барлығымен жұмыс істеп шықтық. Енді жоғары қарай көтерілеміз. Қайсысы қайда қарап тұр? Бұтақтар енді мына бұтақтарға кедергі жасамайтын болу керек. Кедергі жасайтын болса алып тастаймыз.
және де мынандай жеміс салушы бұтақтарын көптеп қалдыруымыз керек. Бұл жер енді мынаған кедергі жасамау керек, соның амалын жасау керек. Сондықтан да бұны аса бір қысқартып қойып қоямыз. Көбірек қысқартамыз. Енді бір-біріне қараған толығымен алып тастасақ болады. Өйткені анаған барып кедергі жасап тұр. Мынау да жақсы жеміс беруші бұтақ. Былай кесіп қойсақ болады. Одан кейін мына ортаңғысы өте мықты өсіп тұр. Ондай күшті өсудің бұл жерде аса бір қажеті жоқ. Бірақ та мына жерде енді көптеген жеміс болғандықтан бұл бұтақты толығымен алмаймыз, кішкене әлсіретіп қоямыз. Ішке қарағандарын алып тастаймыз. Мынаны қысқа кесеміз. Мынаны одан да кішкене биіктей аламыз, болды. Солай жеткілікті. Негізі жемістің бәрі мынандай қол жетімді биіктікте болса өте тамаша болады. Сондай деңгейде ұстай алсақ, жасы өскеннен кейін де осы деңгейде ұстап тұрса өте тамаша болады. Негізі ұстап тұруға болады, жыл сайынғы кесу жұмыстарын жасаған кезде осындай биіктікте ұстап тұруға болады. Өйткені қарасаңыздар, мынандай аса биік болып өсіп кеткен ағаштарда да толық жеміс болмайды, ішінің бәрі. Оларда былай қатты өсіп кеткеннен кейін мынандай бүршік беруші, жеміс беруші, мынандай гүлдік бүршіктердің бәрі қурайды да, ұшқы жағында беткі қабаты ғана гүлдеп, солар жеміс беріп тұрады. Кесілмеген ағаштар бәрі бүйтіп дәу болып кеткенмен, оның сырт жағы ғана жеміс береді. Соның бәрін жинақтап алып келген кезде осы көлемге бәрібір де сыйдыруға болады. Сондықтан да жыл сайын дұрыс кесу жұмыстарын жасаған кезде осы көлемде өзімізге қажет көлемде бір 3 метр диаметрде ұстап тұруға болады. Қанша бір қатты өсуші ағаш болса да 3 метр, ары кетсе 4 метр диаметрде ұстап тұруға болады. 3 метр дегеніміз енді былай қарай 1,5, былай қарай 1,5, биіктігі енді 3,5, ары кетсе 4 метрге дейін. Сол биіктікке дейін ғана барады, қайта түсіреміз, сонымен осы деңгейде ұстап тұрылады. Ол үшін мына бұтақтардың жаңару жұмыстарын мән беру керек, жаңартып қою керек. Мынандай бір-біріне кедергі жасаушы болса, осылай өте қысқа алып кесіп тастаймыз. Келесі жылдары мына жақтан жеміс беруші бүршіктер толыққан кезде мына екеуі бұтақтың біреуі алынып тасталуы мүмкін. Сондықтан да қайсысын аламыз, соны қарастыруымыз керек. Соған қарай қазір күшті жақсырақ беруге тырысамыз. Негізі төменгі бұтақ мыналарға жақын, сондықтан да үстіңгісі қалуы мүмкін. Үстіңгісін кішкене өсуге бағыттап қоямыз. Бәсекелесін алып тастаймыз, мынаны қырқып қоямыз. Үстіңгі жағын. Бұл ағаштың жапырақтары аса бір дәу емес, сондықтан да бұтақтар бір-біріне қатты көлеңке түсіре қоймайды. Және де өзі осылай сирек өседі. Сондықтан да бұл ағашты кеспей қойса, қатты биікке кетіп қалуы мүмкін. Алшы ағашы өте қатты өседі. Одан әрі бізге жіберудің қажеті жоқ биіктігін. Сондықтан да мына биіктігінде қысқа алып кесіп қоямыз. Енді мына жоғары жақтағы қолды жеткізу үшін бұл сияқты бұтақтарды пайдалансақ болады. Кез келген бүршікке қарай кесеміз. Онда кесеміз. Мына бұтақ бізде кесілмей қалыпты. Онда сыртқа қараған бүршікке кесіп қоямыз. Мына гүл беруші, гүл ашқысы келіп тұрған бұтақтарын мүлде кеспеуге тырыстық біз. Ешқандай гүлдік бұтақтары ешқандай кесілген жоқ. Енді мынау қара өрік ағашы осылай кесілді. Жеміс беруші бұтақтары толығымен қалдырылды. Және де мына лидер, жан жаққа қараған лидер бұтақтар таңдап алынды. Және де ортаңғы жалғастырушы кесіп алынып тасталды. Өйткені ол жоғары қарай өсуге күш бергеннен басқа ешқандай пайда келтірмейді бізге. Сондықтан да осындай нәтиже
көрсеңіздер болады. Міне қандай түрде қалыпқа келтірілген. Мынаның бәрі міне гүлдік бүршіктер. Бұл жерде енді алша ағашы кесуден кейінгі нәтиже осындай. Бұның ортасындағы лидерін әзірге қалдырдық. Кейінгі жылдары оны алу туралы қарастырамыз. Әзірге осылай тұра береді, өйткені бұның өсуі сирек. Ортаңғы лидер мына жан-жағындағы бұтақтарға кедергі жасамайды. Жан-жаққа жайылып өскен, сондықтан да өсікке әзірге қалдырамыз кедергі жасамағанша. Және де бұл жерде де гүлдік бүршіктер толығымен қалдырылды. Мынаның бәрі міне гүл ашушы бүршіктер, олардың ешқайсысы кесілген жоқ. Гүлі бар бүршіктердің бұтақтары бәрі толығымен сақталып қалдырылды. Бүгінше осындай ақпарат. Арнаға жазылып қойыңыздар. Сау саламатта, амандықта кездескенше.